Қайырлы кеш оқырман. Айда бүгін эфирде жылап қалғаны бар. Қайта Еркешпен кездесіп жүр екен. Сол эфирге шығып, бір жаққа шығару керек болған еді. Бәрін ертеңге қалдырған еді. Бірақ Еркеш өзі алдыға шығып, бәрін айтып тастады. Түбегейлі таныстықтың тоқтағаны туралы айтты. Бірақ Айда тарапынан әлі де қимастық бар секілді. Көрейік, Еркеш нақты не деді? Бүгінгі эфирді көрдім достар. Көп адам жіберіп жатыр, жазып жатыр. Мә, біз қуаныштымыз, анау мынау деп ше, енді сендер қайтадан сөйлесіп жатсыңдар ма, қосылдыңдар ма деген сияқты сұрақтар келіп жатыр. Біз шынымен де жолықтық достар. Мен жұмыс барысымен Алматыға барған кезде Айдамен жолықтым. Біздің жолығуымыздың себебі біз нақты точкасын қою керек болды. Не былай болу керек болды. Біздің шешіммен Айда да мен де ренжіген жоқпыз. Бізде барлығы осымен бітті достар. Бұдан кейін ол менің өміріме, мен оның өміріне араласпаймын. Сол үшін барлық бізді қолдайтын қолдаушыларға да айтарым, бізді қосып видео или басқа нәрсе жасамаңдар. Не болса да бұдан кейін біз Айда екеуміз бет көрсетпейміз. Иә, бүгінгі эфир көпшілікті таңғалдырды. Айда мен Еркештің қарым-қатынасы ресми түрде тоқтағанын Еркештің өзі ашық айтып тастады. Бірақ Айданың көз жасына қарағанда оның әлі де бір сезімдері бар секілді. Мүмкін бұл шешім оған ауыр тиген болар. Осы жағдайдан кейін не болады деп ойлайсыз? Айда мен Еркеш қайта қосылуы мүмкін бе, әлде бұл нақты нүкте қойылған қарым-қатынас па? Айданың көз жасын көргеннен кейін көпшілік оның бұл шешімге толықтай дайын болмағанын сезгендей болды. Эфир кезінде ол Еркештің сөздерін үнсіз тыңдап, кей сәтте көз жасына ерік берді. Бұл қарым-қатынастың аяқталғанына сенгісі келмегендей көрінді. Еркештің де айтқан сөздерінде бір өкініштің бары байқалды. Ол барынша сабырлы сөйлеуге тырысқанымен дауыс ырғағынан бір түрлі мұң сезілді. Көрермендер түрлі пікір қалдырып жатыр. Бірі Еркештің батыл қадамын қолдаса, енді бірі Айданы жұбатуға тырысуда. Кейбіреулер олардың әлі де бірге болуы мүмкін екенін болжауда. Ал сіз қалай ойлайсыз? Бұл екеуінің арасында әлі де мүмкіндік бар ма, әлде бәрі шынымен аяқталды ма?